Мен сіздерге Маңғыстау өлкесінің рухани қазынасы Бекет Ата жер асты мешіті туралы айтып өткім келеді. Бұл мешіт халқымыздың тарихы мен имандылығының символы. Қазақ жерінде ең қасиетті орындардың бірі. Бекет Ата, толық аты Бекет Мырзағұлұлы, 18 ғасырда өмір сүрген діндар, ағартушы, ұстаз, елге өнеге болған әулие тұлға. Ол бала кезінен білімге құштар болып, Хиуа медресесінде оқып, кейін туған еліне оралып, халыққа діни білім үйретті. Мешіт тасты таудың ішіне қашалып салынған. Мешітте 4 бөлмеден тұрады. Төргі бөлмеде қасиетті сыр ағашы бар. Мешітке кіретін аласа тар есік бар. Бірінші бөлме жоғарғы ортасынан жарық түсетін күмбез тәрізді ауыз үй. Оның батыс жағында михрабы оңтүстікке қаратылған намаз оқитын бөлмесі бар. Ал оңтүстік шығысында 2 бөлме орналасқан. Бірінде Бекет Атаның өзі мен оның туысқаны мұрын жерленген. Ал екінші бөлмеде қарындасы Әпуаш жерленген. Түпкі бөлмеде Бекет Атаның көзі тірісінде жан дертіне шипа іздеп келген адамдарға дұға етіп дем салған ағашы тұр. Бөлмелердің бәрі де дөңгелек пішіндес. Олардың биіктігі 2,7 метр, 3,5 метрге дейін және қабырғаларда ойықтар орналасқан. Халық оны бір Бекет деп атап, қасиетті әулие деп құрметтеген. Бүгінде бұл орынға Қазақстанның түкпір-түкпірінен және шет елден де адамдар келіп, тәу етіп дұға етеді. Бекет Ата жер асты мешітінде әр келген жан жанына жай, көңіліне сая, жүрек дертіне дауа табады. Таңғы жайып табиғаттың құшағынан орын тауып, жартасқа қашалып салынған ислам ордасы киелі рухани ғибадатхана емес, қазақ даласының сәулет өнерінің озық үлгісі. Бұл жер Бекет Ата кезінде шәкірттерге дәріс оқып, халыққа насихат жүргізген рухани орталық. Оны таныту тек тарихты насихаттау емес, рухани тамырымызды сақтау деген сөз. Сондықтан әрбір жас ұрпақ осы қасиетті орынды біліп, маңызын ұғынуы қажет.